Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe hadislerinde "Үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендердің көп болуларыңмен мақтанамын" деді. Сендердің, яғни үмбетімнің көп болуымен мақтанамын деді. Енді сіз үйленсеңіз, сөйтіп Алла тағала берген перзенттерді сүйсеңіз, әлгі рызқы үшін қорқып, оны кім асырайды, оған кім рызық тауып береді, оны кім оқытады деп, оның рызқы үшін алаңдамастан әрбір дүниеге келген перзенттің дүниеге келмей тұрып рызқы жазылатындығына сенсеңіз, әркім өзінің рызқымен дүниеге келетіндігін біліп, қорықпастан бала шағаны көптеп дүниеге келтіретін болсаңыз, сіз бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мақтан тұтуына себепші болатын нәрсені істеп жатқан болып есептелесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам "Үйленіңдер, көбейіңдер" деді. Мен сендердің көптіктеріңмен қиямет күні мақтанамын деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол үшін де "Тазауважул вадудал валуд" деді. Тазауважул вадудал валуд. Яғни күйеуін қатты жақсы көретін және көп бала туатын әйелдерге үйленіңдер деді.